Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздерге Асылбек Әуезханұлының «Ізгілік қалсын әр ізде» кітабынан үзінді оқып беремін. Құрбанды Раббың үшін шал. Жер бетіндегі барша мұсылман бір атаның баласындай, бір қолдың саласындай бірлікпен, ынтымақпен, ерекше шаттықпен тойланатын ұлық мереке Құрбан айт мерекесі. Дүние жүзінде тойланатын өзге мерекелердің бәрінен де бұл мейрамның орны да жөні де бөлек. Біріншіден, Құрбан айт мерекесі тек қана ішіп-жеу көңіл көтеруге ғана шақырмайды. Бұл мейрамның негізгі рухы күллі әлемді жаратқан ұлы Алланы еске алумен астасып жатыр. Алғаш Абдулла ибн Хузафа деген саңлақ сахабаның осы мерекеде Минада қажылық жасап жүргендердің арасын аралап жүріп, бүгін жейтін, ішетін және Алланы еске алатын күндер деп жар салуы тегін емес. Алла еске алынған жерде арақ ішу, құмар ойнау, мәнсіз мағынасыз істер жасау секілді тәртіпсіздіктер атымен болмайды. Жұрттың бәрі ақыл есі сау күнәлі істерден ата күйінде бір-бірінің үйлерін аралап, марқұм болған ата-бабаларына Құран бағыштап, ренжіткен жандар кешірім сұрасып, арқа-жарқа күй кешеді. Екіншіден, мұсылмандар қонаққа арнап дастархан жайғанда бәрінен бұрын ішіп-жемнің адалдығына мән береді. Бисмиллахи, Аллаху акбар деп Алланың атымен сойылған малдың еттері, ұннан жасалған бауырсақ, шерпектер, қымыз, қымыран, құрт, май секілді ағарғанның түр-түрі қонақ алдына қойылады. Жеміс-жидек көкөністердің де алуан түрлері айттықта әзірленеді. Бүгін мереке ғой деген сылтаумен шектен шығушылықтардың ешбірі Құрбан айтында рұқсат берілмейді. Үшіншіден, бұл күндердің ұлықтығы сол, мұнда адам баласы бір малды құрбан етіп, өз жаратушы иесіне жақындай түсуге мүмкіндік алады. Құрбан сөзінің араб тіліне жақын болу, жақындау мағынасына келуі де осыны аңғартпай ма? Олай болса, құрбандық шалуды, мал сою, қан шығарудан бұрын тап осы Аллаға жақындау тұрғысынан түсінген абзал. Қасиетті Құран кәрімде шындығына келсек, құрбандыққа шалған малының еті де, қаны да әсте Аллаға жетпейді. Оған сендерден жететін тек тақуалық қана деген аят бар. Хаж сүресі 37 аят. Міне бұл аятта құлшылық ретінде сойылған құрбанның маңызды бір шарты шынайылық пен тақуалық екендігі ашық баяндалған. Олай болса, құрбандықтың мәні Алла жолына аталған малдың етінің де, қанының да, қалтамыздан шыққан ақша да емес, оны шалушының тақуалық көрсетуінде. Тақуалық деген не? Тақуалық деп Алла тағаланың әрбір бұйрығын шын ықыласпен орындап, ал тыйым салынған күнәлі істерден сақтанып жүруді айтамыз. Мысалы, оқу, білім, ғылым іздеу, намаз оқу, зекет беру, ата-анаға, туған-туыс, көрші-қолаңға жақсылық жасау, арлы, намысты болу, қайда жүрсек те Алланы еске алып жүру секілді Құранда айтылған барлық бұйрықтарды орындап жүру тақуалыққа жатады. Сол секілді ұрлық, зорлық, қиянаттың түр-түрі, жетімді жылату, кісінің көңілін қалдыру, адам өміріне қол сұғу секілді түрлі-түрлі жамандық әдеттерді жасау түгіл маңайыңа жоламаудың өзі тақуалыққа жатады. Міне, осы тақуалық пендені Аллаға жақындатады. Аллаға құрбандықтың еті де, қаны да емес, адамның тақуалығы жететіні аталмыш аятта келтірілген. Сондықтан құрбандық ісінде бәрінен бұрын Алла разылығы деген ниет маңызды. Раббың үшін намаз оқы, құрбан шал деген аятта да құрбандықты өзге ниетпен емес, Раббымыздың разылығы үшін шалу бұйырылған. Ендеше қалтамыздан ақша шығарып мал шалсақ болды, сонымен құрбандық болады деген ниет жеткіліксіз. Құлшылықтың аздығын немесе көптігін емес, қабыл болуын ойла деген нақыл сөздің бір мәні міне осында. Құрбан шалынып жатқанда көбірек айтылатын дұғаның бірі Аллахума минка ва лака. Уа Алла тағалам, бұл мал сенен келді, саған барады, болуы тегін емес. Сондықтан бүкіл мал атаулының толығымен адам еркіне жығып берген Алла тағалаға шүкіршілік жасауды ұмытпайық. Ал пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның кімде-кім мүмкіншілігі бола тұрып құрбан шалмаса, біздің намаз оқитын жерімізге жақындамасын деген хадисі құрбан шалу мерзімін бейқамдықпен өткізіп алмауға үндейді, һәм сарамдық танытып бұйрықты орындаудан бас тартудың күнә екенін білдіреді. Құран кәрімде Адам алейхиссалам атамыздың дәуірінде де құрбандықтың тек Алла разылығын іздейтін ықыласқа қарай қабыл болатыны туралы хабар бар.
Маида сүресінде оларға адамның екі ұлының басынан өткен ғибратты оқиғаны айтып берген. Олардың әрқайсысы бірер құрбан шалған еді. Сонда біреуінің құрбандығы қабыл болып, енді біреуінікі қабыл болмады. Сол кезде құрбандығы қабыл болмаған бауырына сені өлтіремін дейді. Ол болса расында Алла өзіне тиіскенше тағзым ететін һәм қарсы келмейтін тақуа құлдарының ғана қабыл алады. Егер мені өлтіру үшін маған қол жұмсасаң, сені өлтіру үшін мен саған қол жұмсамаймын. Шүбәсіз, мен әлемдердің Раббысы Алладан қорқамын делінген. Раббымыз құрбандықтың сонау ықылым заманнан келе жатқан құлшылық екендігі және оның қабыл болуы үшін тақуалық керектігін көрсетіп берді. Демек, құрбандық ең алдымен тақуалық пен ықыласпен безендіруіміз керек. Оны Алла тағаланың бізді көріп тұрғанын сезе отырып атқаруымыз ләзім. Арнам ұнаса қолдап тіркелуді ұмытпаңыздар.